Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 2-сі, ақпан-февраль. Сабақтың тақырыбы сәбіз шырыны дәмді. Морковный сок вкусный. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Откройте 32 страницу. Жаңа сөздер. Дәмді вкусный. Дәмді вкусный. Сәбіз морковь, сәбіз морковь, қызанақ помидор, қызанақ помидор, көкөніс овощи, көкөніс овощи. 32-ші бетте на 32 странице тыңда, қайтала оқы. Послушай, повторяй, прочитай. Бұл сәбіз шырыны. Сәбіз морковь. Шырын сок. Это морковный сок. Сәбіз морковь. Сәбіз морковь. Запоминаем морковь, сәбіз. Қызанақ шырыны дәмді. Помидорный сок вкусный. Қызанақ шырыны дәмді. Помидорный сок вкусный. Қызанақ, помидор. Қызанақ, помидор. Айтылым. Бірінші тапсырма 33-ші бет. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Вместо картинок нужно ставить нужные слова. Бұл алма шырыны. Анна сәбіз шырынын шеді. Мен алма шырынын шемін. Сәбіз дәмді. Морковька вкусная. Айтылым. Екінші тапсырма 33-ші бет. Суреттегі жемістерді ата. Назови фрукты на картинке. Апельсин, алма, қызанақ. Нет, қызанақ это овощ. Так, анар. Апельсин, алма, анар.